Қайырлы күн, құрметті көрермен. Көркем тоқыма каналына қош келдіңіз. Бүгінгі бейне сабақта сіздермен бірге ұл балаларға және ер кісілерге арналған бас киім тоқимыз. Бас киім бір оң және бір теріс ілгектерді кезектестіре отырып тоқылады. Ал жоғарғы бөлігі төртке бөлініп қысқартылады. Жиегі өздігінен қайырылып тұратындай етіп тоқуды да үйренеміз. Ендеше іске сәт. Бүгінгі тоқыма үшін Alize Classic Lana Gold жібін пайдаландым. Жіп біршама жіңішке болғандықтан оны 3 қабаттап тоқитын боламын. Осы жіптің 51% акрилден, 49% жүннен тұрады. Жіптің қалыңдығына сәйкес келетін тростағы 40 см спицаны және екі шеті де ашық 4 дана спицаны пайдаланамын. Сондай-ақ 8 дана маркерде қажет. Алдын ала тоқыманың тығыздығын анықтап, 4-ке бөлінетін ілгектер санына, ілгектердің екі шетін біріктіру үшін 1 дана қосып, қарапайым түрде ілгектер іліп аламыз. Мендегі өлшем үшін барлығы 97 дана ілгек іліп алдым. Ілгектерді айланып кетпеуін қадағалап, алғашқы ілгекті оң қолымыздағы спицаға ілеміз. Ең соңғы ілгекті осы ілгекке кигіземіз. Жіптің қысқа ұшын тартамыз және осы соңғы ілгекті сол қолымыздағы спицаға қайтадан өткіземіз. Қатардың басын маркермен белгілейміз. Бірінші ілгекті тоқыма іліп аламыз. Жұмыс жібі ілгектің артында орналасады. Екінші ілгекті теріс ілгекке етіп тоқимыз. Үшінші ілгекті тоқыма іліп аламыз. Төртінші ілгекті теріс ілгекке етіп тоқимыз. Осылайша қатардың соңына дейін жалғастырамыз. Мінекей бір ілгекті теріс тоқимыз, келесі ілгекті тоқымай іліп аламыз. Іліп алу барысында жұмыс жібі ілгектің артқы бөлігінде орналасады. Мінекей алғашқы қатардың соңына дейін келдік, соңғы ілгекті теріс ілгекпен аяқтаймыз. Екінші қатарда тоқымай ілініп алған ілгектің үстіне оң ілгек, теріс ілгектің үстінен теріс ілгек тоқимыз. Мінекей бір оң ілгек, бір теріс ілгек, бір оң ілгек, бір теріс ілгек тоқып, қатардың соңына дейін аяқтаймыз. Екінші қатарды тоқып аяқтадық. Үшінші қатарда бірінші қатарда тоқығанымыз сияқты оң ілгекті тоқымай іліп аламыз, теріс ілгекті теріс ілгек етіп тоқимыз. Екінші қатарда оң болып тоқылған ілгекті үшінші қатарда іліп алу барысында жұмыс жібі ілгектің артқы бөлігінде орналасады. Ал теріс ілгек қарапайым теріс ілгек болып тоқылады. Келесі жұп санды 4-ші, 6-ші, 8, 10, 12-ші қатарда екінші қатарда тоқығанымыз сияқты барлық ілгектерді оң мен теріс ілгек етіп тоқысақ, ал тақ санды қатарларда 3-ші, 1-ші қатарда тоқығанымыз сияқты оң ілгекті тоқымай іліп аламыз, теріс ілгекті қарапайым теріс ілгек етіп тоқимыз. Осы әдісті пайдалана отырып, бас киімнің қайтарылатын бөлігін тоқып шығайық. Бас киім жиегіндегі қайтарылатын бөліктің биіктігін қалауыңызша анықтаңыз. Дегенмен қабаттасып, жылулық беретін бөлігі құлақты жабатындай болғаны абзал. Айтылғандай қажетті биіктікті тоқып болған сәтте тоқымамызды ішкі бөлігіне қарай бұрамыз. Осы аралық ашық болып қалмасы үшін бір бос ілгек іліп аламыз. Осыған дейін тақ санды қатар тоқығанымыз сияқты оң ілгекті іліп аламыз, теріс ілгекті тоқимыз. Оң ілгекті іліп аламыз, теріс ілгекті тоқимыз. Қатардың соңына дейін осы әдіс бойынша тоқып шығайық. Мінекей бірінші қатардың соңына дейін тоқып шықтық. Екінші қатардың басында бос ілгекпен бірге оң ілгекті іліп аламыз, теріс ілгекті теріс ілгек етіп тоқимыз. Дәл осы әдіс бойынша барлығы 3 немесе 4 қатар тоқып шығайық. Яғни тек теріс ілгектерді ғана тоқимыз, оң ілгектерді тоқымастан іліп аламыз. Мінекей айтылған тәртіп бойынша 4 қатар тоқып шықтым. Тек қана теріс ілгектерді тоқығандықтан тоқыманың оң бетіндегі ілгектер біршама ұзын болып, бас киімнің жиегі үнемі қайырылып тұратындай қалыпқа келіп түседі. Бас киімнің осы бөлігі сыртқа қарай қайырылып тұратын болғандықтан, бұрын тоқыманың ішкі бөлігі болып саналған осы бетінде тоқуды жалғастырамыз. Маркерден кейін ілінген бос ілгекті оң ілгекпен қоса,
оң ілгек етіп тоқимыз және жіпті жақсылап тартамыз. Осы және келесі қатарлардың бәрінде оң және теріс ілгектерді кезектестіре отырып тоқып шығамыз. Оң ілгектерді осыған дейін іліп алғандай тоқымаймыз. Бір оң ілгек, бір теріс ілгек, бір оң ілгек, бір теріс ілгек етіп, барлық ілгектерді тоқып шығайық. Осыған дейін қатардың басын белгілеп тұрған маркердің енді қажеті жоқ. Бас киімнің осы маңдай тұсынан бастап қысқартатын төбе бөлігіне жеткенге дейін ешбір өзгеріссіз дөңгелектің бойымен оң ілгектің үстінен оң ілгек, теріс ілгектің үстінен теріс ілгекті тоқып, қажетті биіктігіне дейін жеткізейік. Мінекей айтылған тәртіп бойынша жегі қайтарылып тұрған кезде 13 сантиметрден асатындай биіктікте тоқып шықтым. Барлық саны 96 данадан тұратын ілгектерді 4-ке бөліп, екі маркердің арасында бір теріс ілгектен қалдырдым. Қатардың басындағы маркерді басқа түспен белгілеп алдым. Келесі маркерге дейінгі ара қашықтықта бір келкі 23 ілгектен қалдырдым. Осылайша әрбір 23 ілгектен кейінгі теріс ілгекті маркермен екі шетінен белгілеп аламыз. Енді бас киімнің төбесін қысқартуға кірісеміз. Қатардың басындағы маркерді іліп аламыз. Теріс ілгекті теріс ілгек етіп тоқимыз. Келесі маркерді де іліп аламыз. Енді маркерден кейінгі алғашқы 3 ілгектің сол жақ қабырғасы алдында тұратындай етіп ауыстырып іліп аламыз. Және осы 3 ілгекті бір оң ілгек етіп, солға қарай қисайтып қысқартатын боламыз. Келесі маркерге 3 ілгек қалғанға дейінгі арасындағы ілгектердің бәрін өрнек бойынша оң және теріс ілгектер етіп тоқып шығамыз. Мінекей маркерге дейін 3 ілгек қалды. Енді осы 3 ілгекті қабырғасын ауыстырмастан оң ілгек етіп қысқартамыз. Осылайша 3 ілгекті бір ілгекке оңға қарай қисайта қысқарттық. Келесі маркерді іліп аламыз. Екі маркердің ортасындағы бір теріс ілгекті теріс ілгек етіп тоқимыз. Енді маркерден кейінгі 3 ілгекті солға қарай қисайта отырып, бір оң ілгек етіп қысқартамыз. Ол үшін сол жақ қабырғалары алдында тұратындай етіп ілгектерді ауыстырып іліп аламыз және осы 3 ілгекті бір оң ілгек етіп тоқимыз. Келесі маркерге 3 ілгек қалғанға дейінгі арасындағы ілгектердің бәрі өрнек бойынша оң және теріс ілгектер болып тоқылады. Осы бөліктің соңғы 3 ілгегіне де келдік. Осы 3 ілгекті қабырғаларын ауыстырмастан оңға қарай қисайта бір оң ілгек етіп тоқимыз. Қысқарту жасау сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни әрбір бөліктің басындағы 3 ілгекті қысқартуда қабырғаларын ауыстырып, солға қарай оң ілгек етіп тоқитын болсақ, бөліктің соңындағы 3 ілгекті қабырғаларын ауыстырмастан оңға қарай қисайтып, бір оң ілгек етіп тоқып аламыз. Бөліктердің арасында орналасқан маркермен екі шеті белгіленген теріс ілгекке тиіспейміз. Үнемі теріс ілгек болып тоқылады. Қысқарту осы теріс ілгектің екі шетінен орын алады. Осылайша қатардың соңына дейін ілгектердің санын азайтып, тоқыманы қысқартып шығамыз. Басқа түспен белгіленген маркер қатардың басын анықтап тұрады. Келесі қатарды ешбір қысқартусыз барлық ілгектерді өрнекке сәйкес тоқып шығамыз. Оң ілгектің үстінен оң ілгек, теріс ілгектің үстінен теріс ілгек тоқимыз. Ал келесі тақ санды қатарда бірінші қатарда жасағанымыздай қысқартсақ, жұп санды қатарда ешбір өзгеріссіз өрнекке сәйкес тоқимыз. Ілгектердің саны азайып, тоқу қиындық тудырған кезде екі шеті де ашық спицаға көшеміз. Әрбір бөліктің ортасындағы барлық ілгектер қысқарып, спицада барлығы 16 ілгек қалған кезде жіптің ұшынан ұзындау етіп қалдырып, тоқыма инесіне сабақтаймыз. Тоқыма безіндегі барлық ілгектерді иненің көмегімен жіпке өткіземіз. Тарқатылып кетпесі үшін барлық ілгектердің инедегі жіпке өтуін қадағалайық. Мықты етіп бекіту мақсатында жіпті ілгектердің арасынан екінші рет өткізіп аламыз.
Қалған ұшын қатты тартып бекітіп, ішкі бөлігіне жасырамыз. Тоқу процесі осымен аяқталды. Енді жылы суда жуып, тегіс жерде кептіреміз. Бүгінгі бейне сабақта ер балаға арналған бас киімнің тоқылу әдісі түсінікті болды деген ойдамын. Ұнаған болса, лүпіл басып, пікір қалдырып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі бейне сабақта кездескенше сау болыңыздар. Шебер қолдарыңыз талмасын.